Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай үйде дайындалатын тез және оңай дәмді шаурма жасап үйренеміз. Шаурмалар өте тез дайын болады және өте дәмді. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге картошка керек болады. Картошка мен екеуін пайдаландым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай соломка қылып турап аламыз. Яғни ұзыншақ формада осылай турап алдым. Бұл шаурманы мен балаларыма жасап жатырмын, сондықтан ешқандай ащы бұрыштар, қызыл бұрыштар пайдаланбаймын. Бұл рецепт өзім сүйген рецепттердің бірі, ешқандай ешкімнен қараған рецепті емес. Бұл өзіміздің отбасылық рецепт. Мінекей картошканы осылай суға батырып қоямыз. Бізге крахмалы шығу керек. Шамамен 20-25 минуттай осылай батырып қоятын боламыз. Енді бізге тауықтың төсі керек болады, яғни филе, тауықтың еті керек болады. Бұл жерде мен бір үлкен филені қолдандым, бірақ та барлығын емес, 100-150 грамдай филе қолдандым шамамен. Артық майларын алып тастадым. Филенде тура картошка сияқты соломка тәрізді етіп тураймыз. Ұзыншақ болу керек. Мінекей барлығын турап дайындап алдым. Енді табамызға майымызды қыздырып, қуырып бастаймыз. Майды көп салмаңыздар. Мінекей осылайша тауығымыз қызарғанша қуыратын боламыз. Араластырып тұруды ұмытпаңыздар, күйдіріп алмаңыздар. Жалпы тауық еті тез піседі. Мінекей бір араластырып тағы да қақпағын жабып, тағы да қуыруды жалғастырамыз. Шамамен 10-15 минуттай осылай қуырылады. Көріп тұрғандарыңыздай тауығымыз кішкене қызарып бастады. Осылай жақсылап қызарғасын су қойып, тағы да бұқтырып қоятын боламыз. Мен шамамен 30-35 минуттай пісірдім. Мінекей картошканың крахмалы шықты. Енді суын төгіп алып, картошкамызды шаштың үстіне кептіріп алатын боламын. Шамамен 10-15 минуттай жақсылап кептіріп аламыз. Кепкесін барып, майымызды қыздырып, майымызды жақсылап қыздырып, картошканы салып, қуыруды бастаймыз. Картошканың крахмалы кеткесін, картошка өте тез пісетін болады. Картошка қызарғанша осылай араластырып тұрып пісіреміз. Мен жаңа алдында айтуды сіздерге ұмытып кетіппін. Картошканы суға бұқтырған кезде мен тұз салып қойған болатынмын. Тұзы өте жақсы болған. Картошканың барын осылайша пісіріп аламыз және салфеткаға осылай кептіріп алдым. Енді бізге бір помидор және бір қияр керек болады. Помидорды енді өзіңіздің қалауыңызға байланысты көбірек немесе осылай аз қосуға болады. Бұл жерде мен бір помидор қолдандым. Бұл жерде мен қолданып жатқан заттар 4 үлкен лавашқа арналған, яғни бізде 4 осындай үлкен лаваш шығатын болады. Енді қалауыңызға байланысты 2-3 помидор қолдануға болады. Бірақ та мен балдарға жасап жатқандықтан осылай дайындадым. Қиярды да осылай соломка тәріздетіп турап алдық. Мінекей бізде барлығы дайын. Помидор және де осындай морков салатты қоссаңыздар болады. Және қалауыңызға байланысты капуста қосуға да болады, яғни қырыққабат. Бұл жерде мен дайын лаваш сатып алдым. Бұл менде 4 үлкен лаваш.
лаваштарымызды осылай пакеттен шығарып алып, лаваштың барлығын шығарып алмаңыздар пакеттен, өйткені шығарып қойсаңыздар қатып қалуы мүмкін. Бір лавашты қазір дайындаймыз. Ең алдымен майонезді осылай жағып алдым. Бұл өте тез дайындалатын жолы, достар. Майонез бен негізі кетчупты екеуін бірге араластырып алып жақсаңыздар да болады, немесе осылай мен сияқты екеуін осылай тез жасау үшін осылай жақсаңыздар да болады. Қалауыңызға байланысты соусты өзіңіз дайындасаңыздар да болады. Чеснок қосып, немесе қара бұрыш, ащы бұрыш қосып дайындасаңыздар да болады. Көріп тұрғандарыңыздай барлығын осы видеодағыдай етіп саламыз. Үсті-үстіне помидор, қияр, картошка, тауық еті, барлығын осылай. Қалауыңызға байланысты ащы бұрыштарды араластырсаңыз болады. Бірақ та балдарға ащы бұрыштың керегі жоқ деп ойлаймын. Үстінен осындай майонезді жақсылап жағып аламыз. Достар, өкінішке орай мен лавашты ораған жерім түспей қалыпты видеоға. Енді лавашты осылай орап алғасын, мен лавашты ортасынан бір бөлдім. Өйткені бұл лаваш өте үлкен лаваш болатын. Және қызып тұрған табамызға, ешқандай майсыз қызып тұрған табаға осылай салып, екі жағын қызартып алатын боламыз. Мінекей қызарды, көріп тұрғандарыңыздай, менде арнайы грильница болмағасын осылай үйде табағада қыздырып алуыңызға болады. Өте дәмді және ыстық лаваш болып шығады. Мінекей біздің үйде дайындаған өте тез жылдан болатын лаваштарымыз дайын болды. Рецепт ұнаған болса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де каналыма тіркеліп, өз пікіріңізбен бөлісіңіздер. Қош сау болыңыздар.